келер шақ 113 сабақ 88 бетті ашамыз. Алдымен балалар сабағымызда басқамыз бұрын шаттық шеңберін жасайды. Бізде бұл әдісі бойынша ортаға келеміз. Шеңбер бойынша тұрамыз. Осы домалақ шеңбер. Ал бір-бірімізге видеоға түсіреді. Бір-бірімізге гүлді беру арқылы тілек айтамыз. Ал бастаймыз. Так, ертеңнен бастаймыз. Жоқ, қара. Саған бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Я тоже могу сказать. А он тоже может сказать. Жоқ, бір-бірімізге әртүрлі қылып айтамыз. Ну я ему должен сказать. Бүгінгі сабақтан 5 ал. Все понял. Айта қоял. Басталды. Ақылды бол. Сабағың жақсы болсын. Сабағыңды ылғи беске оқы. Жақсы. Жауың ашық болсын. Достарың көп болсын. Қазақ тілі сабағына 5 ал. Жақсы. Ешқашан ауырмай. Балалар, біз осы күнге дейін етістіктік шарттар туралы келдік, иә? Етістік дегеніміз не екен жалпы? Кім айтады? Жадыра айтамыз. Жақын қимылын іс-әрекетін білдіретін сөз тапты етістік дейді. Етістіктің сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Қайтты деген сұраққа жауап береді, иә? Етістіктің қандай сұрақтары бар екен балалар? Айта қояйық. Етістіктің 3 жағы бар. Осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Жақсы. Біз қандай түрлермен таныстық? Қандай түрлерін өттік? Осы шақ және өткен шақтан өттік, иә? Осы шақ дегеніміз не? Дәлмен айта қой. Қазір болып жатқан іс-қимыл. Іс-қимылды білдіреді, иә? Өткен Ал өткен шақ қайсар? Өткен шақ дегеніміз не? Жауап бар ма? Өткен шақ деген ол өткеткен жасаған нәрсе. Оны типа ол жасалған. Бұрын жасалған оқиға, иә? Өткен шақты айтайыншы. Сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен іс-қимылды, яғни сол кездегі іс-әрекетті өткен шақ деп атайды. Ал келер шақтың ережесімен бүгін танысамыз. Келер шақ дегеніміз не? Ерасыл анықтамасын оқи ғой. Мына жақта. 87-ші. Келер шақ жетістіктерді іс-әрекетінің алдыға уақытқа болатынын білдіреді. Келер шақ жетістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі тақырыбымыз 27-ші жаттығу өлең берілген екен, иә? 27-ші жаттығудағы өлеңді оқимыз. Сәлмай оқиды. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде. Көкте жүріп қызығамын, жердегі сонау өзім ұшқан өміріңе. Анау менің асу белдерім, асқар тауларым мен көлдерім. Туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Жақсы. Өлеңнің ішіндегі етістіктер бар ма балалар? Ал Жетістіктің осы шағы іс-әрекеттің қазір болып тұрғанын айтады. Дәл қазір болып тұрғанын айтады. Мысалы, жүріп жүр, оқып жатыр, көрді. Осы шақ дегеніміз қазір орындалатын іс-әрекетті білдіреді.
мысалы көріп тұр, жүгіріп жатыр. Ал. Бізде сөйлем құра ойыны қандай? Жүгірді. Ал сөйлем құрайық. Етістікке байланысты. Тоғжан жүгірді. Жақсы. Рахмет. Келесі Ақжан. Ал. Бара жатыр. Біз отбасымызбен Аллаға бара жатырмыз. Жақсы, рахмет. Келесі Дәрмен келе ғой. Бізде 3 стикер қалған екен. Тезірек таңдайық. Айта ғой. Қандай етістік? келе жатыр. Сөйлем құраймыз. Келе жатыр. Олар мектепке келе жатыр. Жақсы, рахмет Дәрмен. Келесі Сәнмай айта ғой. Жазып отыр. Айжан үй жұмысын жазып отыр. Жақсы. Әли достарымен далада ойнады. Жақсы, рахмет. Жеткізер, өнер көкке жеткізер. Азаматпен дос бол, қадірін біледі. Етістер қайсысы? Жеткізер, және дос бол деймін. Жақсы. Етістіктерін асын сызып қойайық. Бірінші жаттығуды көшіріп жасамыз, мақал мәтелді. Содан кейін етістіктерін асын сызамыз. Al, басталды. Жоқ, балалар тыныш. Бірінші келді деген етістікке досы келді. Досы келді. Келеді. Мына жақта, Ерасыл айда. Біз келдік. Біз естідік. Жақсы, келесі. Ағаш өсті. Ағаш өсті. Жақсы, келесі. Мағжан ақылдасты. Мағжан ақылдасты. Сабақ басталды. Сабақ басталған, е? Сабақ басталған. Ал енді жауабын тексерейік. Жақсы. Рахмет.